Егер сен басында мен үлгермей жатырмын, менде тапсырма көп, немесе уақытымды дұрыс басқара алмай жатырмын деген ойлар болатын болса, бұл видео дәл сен үшін, өйткені біз бүгін уақыт туралы өте көп сөйлесетін боламыз. Жалпы фишкалар қандай, барлығын үлгерудің сол секілді кеңестермен бөлісемін. Олай болса кеттік. Жалпы қазіргі таңда ұбт түлектеріне арнағым келіп отыр осы кеңестерді особенно, өйткені уже қаңтар ұбт деген пробный тапсырып кеттіңдер, және бізде наурыз ұбт келді. Біразында қаңтар ұбт-дан кейін бірнеше нәрсеге анализ жасалынды. Яғни мына кітаптарды оқудың орнына мынаны істеуім керек еді, немесе база жаттауым керек еді, осы пробныйды көбірек шешуім керек еді деген секілді анализдер болуы мүмкін. Анализ ол жасала береді барлығында, но ол нәрсені өмірге енгізу, жоспарға енгізу сәл практика жүзінде бола бермейді да. Сондықтан да не істеуіміз керек ол дүниелер бойынша. Біріншіден, қалған уақытты нақты жоспарлау. Мысалы, сендерде наурыз ұбт бірінен басталатын болса, уже сендердің өздерінде қазіргі таңда бірнеше апталарың бар деген сөз, немесе бірнеше ай болуы мүмкін. Сондықтан да уақытты нақты анықтап алу керек, және сол бойынша айлық жоспар, апталық жоспар құру маңызды. Өйткені нақты апта бойынша қандай нәтижеге жеткенің, жетістікке жеткенің деген секілді дүниелердің бақылауда ұсталуы сендерде ертең дисциплинаны тұрақты түрде ұстап тұрудың немесе жоспарды бұзбаудың бірден-бір кепілі ретінде қолданылатын болады. Өйткені сағатқа бөліп оқысаңдар болады. Мысалы, бір күнді полностью оқуға тырыспау керек, барлығын оқуға тырыспау керек. Мысалы, бәрін қамту мүмкін емес негізінде. Мен бүгін мынаны оқуым керек, мынаны істеуім керек, мынаны тест шешуім керек, бүйтуім керек, сөйтуім керек деген секілді дүниелер сендерді уже істемей жатып шаршатып тастайды, дұрыс па? Сондықтан да күнге максимум 2 дүние немесе 3 дүние қоюға кеңес беремін. Өйткені фокус көбірек болған дүниеде нәтиже соншалықты сапалы болады. Сондықтан да белгілі бір дүниені жасамас бұрын мидың жинақ болуы немесе жоспардың тиянақты құрылып, артында жүйелі екенін сезінген кезде уже сенің миыңда бір реттілік пайда болады. Сол реттілікті дұрыс пайдалана білу, және де уақытты бір жоспарым орындалмай қалды, демек қалған бәрі орындалмай қалады деп уже қалған жоспарды ысырып тастау мүлдем дұрыс емес. Өйткені бір жоспардың орындалмауы келесі жоспардың тезірек орындалуына әсер ету керек, наоборот. Бұл бір екінші дүние. Келесі үшінші дүние қазіргі таңда режим немесе паника деген секілді дүниелер қазіргі таңда қоғамда өте белсенді. Мысалы, режим бұзылып кетті деп жатады ұйқыға байланысты. Жалпы ұйқы бәрінің больной темасы. Яғни қазіргі таңда сен ұйқым қанбай жүр, немесе кеш жатып азында ерте тұра алмай қалдым деп өзіңді жеу мүмкін. Бұл дұрыс емес, өйткені кеш жатқан адам ерте тұру жалпы қиын. Ол күні сенің энергияң кетуі мүмкін, немесе ол күндегі сенің жасап жатқан дүниең барлығы без энергия болуы мүмкін, шаршап жүресің, және де тек орындалды деген галочка болуы мүмкін да. И поэтому бұл дүниелерге келгенде сен режиміңді дұрыстау керексің. Бірінші, ерте тұру үшін міндетті түрде ерте жатуың керексің. Немесе саған көбірек түнде оқыған ыңғайлы болса, 9-да 10-да тұрған, немесе обедтен кейін бір ұйықтап алған дұрысырақ. Өйткені сен қай уақытта оқитының, қай уақытта сапалы болатынды тек өзің білесің, дұрыс па? Сол секілді дүниелерге тоже мән беру керек. Келесі, белгілі бір әдеттер қалыптастыруға кеңес беремін. Яғни сабақ оқып отырған кезде барынша телефонға не беспокоить, немесе авиарежимге қоюға кеңес беремін. Өйткені ойыңның бөлінбеуі ол ана нәрсеге фокусыңды көбейтуге әсер ететінін барлығымыз білеміз. Сол секілді бір уақытта оқу, жаңдай авиарежимге немесе не беспокойтқа қойып телефонды сабақ оқу деген секілді дүниелер аз уақыт 5 минут болса да бір кітаптың бір параграфын толық оқып шығуға күштірек әсер етеді, сапалырақ болуға көмектеседі. Сол бір дүниелерге бір көңіл бөлсеңіздер деп сұраймын. Келесі дүниелер басқалармен салыстыруды тоқтатуды кеңес беремін. Өйткені менде де ондай проблема болған, өйткені соның әсері маған больше зиян алып келді, чем пайдалырақтан гөрі. Өйткені қазіргі таңда барлықтарында әлеуметтік желі бар, қолдарында телефон, әлеуметтік желінің барлығында барсыңдар, Instagram болсын, TikTok болсын, сол бір секілді нелерден 130 алған, 140, немесе 120 плюс 110 өздерін қалап жүрген балды алған оқушыларды көрген кезде таң қаласындар, қызығып, қызғана да қарайсыңдар, дұрыс па? Сол бір кезеңдерде өздерінде іштей жеу басталады. По идее, сендерде негізі ол нәрсені жасай аласыңдар, дұрыс па? И сол кезде андай болады.
неге бұлардың барлығы алады, неге мен ала алмаймын, бұлар не істеп жатыр соншалықты, оқып жатқан дүнием бәрібір соңында өнімсіз болады, немесе оқып жатқан дүнием сапалы емес, дым түсініп жатқан жоқпын деген секілді дүниелердің барлығы осындай бір салыстырулардың кесірінен стресс, выгорание, сол кезде өзіңді бағаламау, оқып жатқан дүниеңді түсінбеу деген секілді дүниелерге алып келеді да. Сондықтан да сен ол көріп тұрған адамның тек нәтижесін көріп тұрсың, но оған дейінгі күнін көрмегенсің да. Мысалы ол күні түні барын салып оққан шығар, жоспары нақты шығар, четкі шығар мүмкін, е. Сондықтан да белгілі бір ғана дүниені 1%-ын көріп 99% дүниесін көрмеу және сол бойынша сыртқы ой қалыптастырып өз-өзіңді бағаламау өте үлкен қателік. Өйткені сенің жасалып жатқан дүниеңді бағаламауың сенің жасап жатқан дүниеңнің өнімділігін, келесі ол дүниеге деген фокусыңды азайтып жібереді. Сондықтан да басқалармен салыстыру саған қазіргі таңда пайдалы емес, зияны көбірек. Өйткені өз-өзіңе деген рахмет айтуың күнде болсын өз-өзіңе. Бүгін осы тақырыптарды оқып біттім, до этого түсінбеп едім, дұрыс болды түсініп алдым деген секілді ойлардың өз-өзіңе рахмет айта білуің дәл қазіргі сенің бағалауыңа өте қатты әсер ететінін айтқым келеді. Келесі дүние, болашақта қанша балл жинаймын, немесе қашан грантқа түсем, қашан бітеді, мынан бәрі не болып кетті деген секілді ертеңгі күнді ойлай беріп, уайымдай берудің өзі бүгінгі күнге көңіл бөлуіңді азайтып жібереді. Мысалы, қашан бітеді, егер де ұбт бітсе бүйтем, сөйтем деген секілді армандау күшті, ниет ету күшті, но қазіргі таңдағы алып жатқан опытыңның практика жүзінде дұрыс болмауы ертеңгі күнінің қаншалықты болатынын тоже көрсетпейді. Өйткені қазіргі дүниеңе барынша фокус бөлу, уақытыңды арнай алу, опыт жинай алу, жоспар құру деген секілді ол сенің тек қана ұбт-да ғана пайда береді дейтін болсаң қателесесің. Өйткені мен өзім 10 класстан бастап осы ұбт-ға дайындалмастан бұрын жоспар құруға деген қызығушылықпен жоспар құруды үйрендім. Бұл менің қазіргі таңда универ кезінде, студент кезінде бірнеше саланы қоса алып жүруіме өте қатты көмектесті. Сол үшін де сендердің қазір ойлап жатырған жоспар неге айта береді, неге фокус деп айта береді, барлық жерде осы дүние, бірақ неге орындалмайды деген секілді дүниелер болуы мүмкін. Айтыла береді, потому что ол дүние важно. Қазіргі жоспар құрып үйренгендерің, ертелі үйренгендерің больше ертелі күшті да, тек ұбт-да емес, өмірде қолдануларыңа, тек сабақта емес, ол сендердің ертең студент болған кезде басқа да саланы қоса алып жүрулеріңе бір белгілі бір деңгейде, жоғары деңгейде септігін тигізеді. Сондықтан да қазір сендер келесі этапқа өткен наурыз ұбт, нағыз ұбт келе жатыр, стресс болуы мүмкін, выгорание болуы мүмкін, мотивациям жоқ деген секілді дүниелер болуы мүмкін, но барлығы сендердің қолдарыңда. ұбт ол сендердің тек қана бір балдарыңды дүние емес, балдарыңды анықтайтын дүние емес, немесе потенциалыңды анықтайтын дүние емес, қаншалықты осы жолды сен дұрысырақ опытпен жүріп өттің деген секілді сұрақтарға менің ойымша больше жауап береді. Өйткені біріншіден жоспар құрып үйренулерің, режим бойынша ерте ұйықтап, ерте тұруларың, кітапты сапалы оқуларың, қандай кітап болмасын, немесе ортаңды дұрыс таңдай алуларың деген секілді дүниелерге ертең больше практика жүзінде пайдалырақ болатынына мен сенімдімін. Ойлап жатқан алған балдарың қаңтар ұбт-дағы ол сендердің келесі ұбт-ларда соншалықты балл алуларына кепіл бермейді. Ол нәрселерден практика жүзінде дұрыс анализ жасап, менің ойымша көбірек сабақ алған жөн секілді, өкіне бергеннен гөрі. Сондықтан да менің айтқым келетін дүние жүйе бар, барлығымызға уақыт жеткілікті, бірақтан да сол бір дүниені дұрыс пайдалану менің ойымша әркімнің бір қолынан келе бермейді. Егер де сен жоспар құрып, немесе бір дисциплинамен жүріп үйренгім келсе, комментарийға марафон немесе мен үйренгім келеді деп жазып кетсем, міндетті түрде оқитын боламын, және де сол бойынша саған кеңестер беретін боламын. Инстаграмға қалдырып кетемін, инстаграмды сол жаққа өтіп қарасаң болады. Мен сені инстаграмда күтемін, немесе комментарий бөлімінен күтетін боламын. Жалпы шамшырақ марафонда барлықтарымды күтемін. Ол туралы құрылымды жалпы инстаграм аккаунтынан біле аласыңдар. Сондықтан да инстаграмға өтіп танысып шықсаңдар болады. Видеоны аяқтай келе, паника сенің досың емес, ұбт сенің өміріңді нақты бір шешіп беретін дүние емес. Сондықтан да ол бір дүниеге тек
фокус қою дұрыс емес деп ойлаймын. Сондықтан да әр нәрседен сабақ ала білу сендердің болашақта үлкен тұлға болып өсулеріңе немесе керемет опыт жинап мықты тұлға болуларыңа көмектеседі. Сондықтан да Гера апайларың сендерді жақсы көреді. Бұл видео особенно ұбт түлектеріне арналған болатын. Келесі видео студенттерге арналатын болады. Яғни қазіргі таңда қалай мен барлық саланы бірге алып жүрмін деген сұрақтарға толық жауап беретін боламын. Сондықтан да видеоны көргендеріңе рахмет, пайдалы болды деген үміттемін. Келесі видеода жүздескенше, пока-пока.